Саламатсыздар ма ки кайырлы күн. Сіздерге сұрақ қойсам болады ма? Болады. Жалпы семинарымызға қош келдіңіздер және де дәл қазіргі уақытта сіздер қандай сезімде жүрсіздер? Біз енді осы семинар өтеді дегелі бері біз Әлихан Бөкейхановтың өмірі туралы, оның тағылымы туралы, болашаққа тастап кеткен өзінің өмірінің соңына дейін халқыма, қазақ халқына адал қызмет етемін деген сөзін басшылыққа алып сондай ұранмен жұмыс істеп жатқан коллектив. Бұл бүгінгі өтетін семинардың болашақ ұрпаққа, болашақ жастарға берер тәлім тәрбиесі өте зор деп тілеймін. Және де бұл семинардың өте жақсы өтетініне мен сенімдімін. Рахмет әпке. Жақсы. Саламатсыз ба ағай, бүгінгі семинарымызға қош келдіңіз және де қандай сезімде отырсыз? Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін мектебімізге атауы берілген Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде Әлихан атамыздың аудандық семинарында жақсы көтеріңкі күйік көңіл күйініп отырмыз. Рахмет ағай. Саламатсыз ба әпке? Сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Болады. Жалпы бүгінгі біздің семинарымыз қандай тұлғаға арналған және де ол тұлға жайлы не білесіз? Бүгінгі біздің мектебіміздің өткізіп жатқан аудандық семинары біздің мектептің атына қоғам қайраткері, белгілі ұлы тұлға қазақтың Әлихан Бөкейхановтың 156 жылдығына арналады семинарымыз. Рахмет әпке. Саламатсыз ба әпке, бүгінгі біздің семинарымызға қош келдіңіздер. Және де сізге бір сұрақ қоятын болсам, қазіргі уақытта қандай сезімде тұрсыз? Өте бір керемет сезім, бастапқы кіріп келгеннен ақ керемет атмосфера, бір көктемді көңіл күй сезіледі. Рахмет әпке, бүгінгі кешіңіз жақсы өтеді деген ойдамыз. Рахмет.